Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін таңертең мен жаттығуға барып келдім. Жаяу барып, машинамен келдім. Күн жаман салқын болды таңертең, аязда болды. Папаға алып кет дедім, машинамен келдім. Қыздар да бал етуге кетті. Жинап болып, енді сыртқа шығып бара жатырмын. Кеше тауықтардың қайда жатқанына, балапандарын жұмыртқаларын таба алмадым ғой. Сол жұмыртқасын жинап келуге шығайын деп бардым, пападан сұрайын, қайда не жатыр, не істеп жатыр біліп алайын. Телефонды алып алайын. Жұмыртқа іздеп келейік. Папа күтіп жатыр. Кеше жұмыртқалар қайда жатыр, соны көрсетіп жіберші, папа. Кеше тойға бірдеңеге кетіп қалған кезде тағы таба алмай жүремін. Ешқайсысы тимейді ғой да? Жоқ, жөн. Мен мына ішінен қарап жүрмін ғой. Ішіне түпкіде істейді. Болған туар. Көбіне осы жерде жатыр ма сонда? Анам қалай алайын енді? Өзінің таяғы бар. Сонымен тартып аламын ба? Кірсем де болады да? Жоқ, Анау тимей ма? балапанды. Чық! Чеп. Ей, чық! Қалай шығарам мен оны? Чеп! Жүрейді, бар. Қорқам? Кәні жұмыртқаны ұстап айтқанда тиіп қалмай ма? Жоқ, оны сұрақшы. Алайын онда өзім бар. Қашат жазып. Сымылы. Үштер жұмыртқа кетті қана. Әлде шалуын. Шығын көрмейді ғой. Жоқ, не? Күн салқындаған сайын азайып кете ма? Жазда деген 6-7-8 жұмыртқаға дейін әкеліп жүрмін. Бұна ішіне туат, ел салқында қалсын. Бұларға сонда жылы жер керек та? Жыл жер керек. Жылыға жақсы туады. Қазір күн жылы ғой. Сосын бұларға енді қандай жем берем екен? Үйде шыққанда қылып бересіз, мен тұр жем. Мына ішіне. Жем аласың? Иә. Сосын соны өзін салам ба? Шашасын. Чеп. Анаған салып, анаған мүмкін. Ішіне қоспай тек өзін де өтті. Түсінікті. Чеп. Ана қойларын істеймін. Ана қойлардың ішіне кіріп кетті, тауықта іші кетпей ма? Ой, жүре берді. Шөбінде жем жейді бірге. Бәрі бірге жүре бере ма? Иә. Кет бір. Бұны тек кешке шығарамыз да қойды? Шығарма. Жер шөп жоқ. Когда бойын жазырып алды, шаруақшыны жүгірді. Осының ішінен жем бере берем да? Жем анаған салады. Ана ыдыстарына ма? Анаған қызалды, сол жерін шелекпен қоя қоясың, табағымен. Екі жерге қоясың, екі. Бір жерге қойсаң, табақ қалады. Шөп салатындар ғой, кәриді, не сылапсың. Шөп салып қоясың, ішін тазалап қойын жаңа. Қазір шөп саламыз енді. Мынаның бәрі тауық па, ішінде ештеңе жоқ па? Бәрі тауық, әтеште бар ма? Мына шошайтып тұрған әтеш па? Біреу ма? Тағы бір әтеш шөпін қайда. Сонда бізде нешеу? Екі әтеш? Екі әтеш. Олек тоқ. Балапандар көрдің бе? Енесімен бірге шөбей көреді. Күшті да? Не қатысты? Не? Топ қалған жоқ қой, мұздай олып жұмыртқа дейді. Түсіп кетпей ма өше, қыздар, достар? Қалмейсің, қалмейсің бір көрді. Мынау жағып қалыпты жұмыртқаның бірдеңесі. Біреуді жағған ба?
не тиіп жұмыс. қазір жұмысқа қоймаған шығар. Сіздерде де осындай жағдайлар болып жатыр ма? Сіздер неше жұмыртқа аласыздар? Жұмыртқа жеп қояды. Өздері тауықтың өздері де жұмыртқаны жеп қояды дейді ғой. Содан да азайып кетуі мүмкін. Негізі Сары солық olur. негізі деген күндегісін күнде жинап тұру керек та, босқа жеп қою мүмкін өздері жұмыртқасын. Біздер кеше жинай алмай алдық, содан 3 түйір қалған сияқты, кеше жеп қойған сияқты. Менше солай ойлап тұрмын, кеше папа жоқ болды ғой, мен жинай алмадым ғой. Енді өзім білем, қайта тұратын күндерінде өзім жинай беремін ғой. Сіздер неше жұмыртқа алып жатсыздар? Қыста негізі солай кішкене азаяды дейді, сіздерде де сондай ма? Жаза кетіңіздер маған. Комментарий жазыңыздар, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Жаңа жұмыртқаларды енді жуып тазалап салып қойып, 3 түйір болса да енді пайда еді. Жұмыртқа болса да. Мен түсінбедім мындай. Сыртында бірдеңе болады деп жағы болады деп. Алдында жазда деген көп жұмыртқа беріп жүрді ғой. Соны қайным үйіне, қыздардың үйіне, қайнысының үйіне беретін едік, оннан бөліп. Қазір енді мынау 3 түйір ауыспайды. Ертең мен уже қонаққа дайындаламын, жұмыртқа жинауым керек. Болады жасауға, жұмыртқалар көп керек болады. Соған дайындық енді ешкімге бермеймін. Жұмыртқа жинаймын. Пока-пока, жазуды ұмытпаңыздар.